Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін барлығымыз жақсы көріп ішетін жүгері бидай қосылған көжемізді бірге дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Алдымен дәндерімізді жеке-жеке ыдысқа салып, қайнап тұрған ыстық суымызды үстіне құйып, бұқтырып қоямыз. Сол кезде дәндеріміз жұмсарып, піскенде де оңай әрі жұмсақ болып пісетін болады. Енді 2 сағаттан соң дәндерімізді аламыз. Екеуін де жуып, тазалап, бір ыдысқа салып, қайнататын боламыз. Жүгеріні жуып, бір ыдысқа саламыз. Бидайды да тазалап, оның үстіне салып, екеуін бірге қосып қайнататын боламыз. Енді қажетті мөлшерде суымызды құямыз. Мен суын көбіректе құйдым, қайнап, суы азайып кетпеу үшін. Енді газымыздың астын қосып, қатты отта пісіріп аламыз, қайнап шыққанша. Көжеміз қайнап шықты. Енді оның астын пәсейтіп, бетіндегі артық көбіктерін алып тастаймыз. Енді бетін жауып, көжемізді 30-40 минутта пісіріп аламыз. 30-40 минуттан кейін көжеміз осындай жұмсақ болып пісетін болады. Енді бетін жауып, оны 3-4 сағатқа бұқтырып қоямыз. Көжеміз одан да әрі жұмсақ болып пісетін болады. Енді 3-4 сағаттан соң бетін ашып, оған дәміне қарай тұз саламыз. Және айранымызды қосып араластырамыз. Мен айранды аз-аздан қосып араластырдым. Көжеміз дайын болды. Барлығыңызға ас болсын.